Сәлеметсіздер ме? Мен Мажит Жүнісов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 9 сынып оқушысы Хадима Айзеремін. Бүгін біздің отбасымыздағы мамандықтар тақырыбында әңгімелеймін. Біздің отбасымызда еңбекқор адамдар көп. Бүгін мен анамнан, яғни атам мен әжемнің және әкемнің мамандығы мен еңбек жолы туралы сұхбат аламын. Анашым, әжеміз қандай мамандықта жұмыс істеді? Сенің әжең 40 жыл бойына әкімшілікте, бұрын ол кезде сельсовет дейтін, сол жерде бухгалтер болып қызмет істеді. Міне әжеңнің жұмыс барысы. Сол бұрынғы кездегі мына осы әкімшіліктің шағын сенің әжең. Қазір әжең сенің 76-да. Енді мына адамдардың бәрі қазір жоқ, бұл дүниеде марқұм болып кетті. Анашым, сіз өзіңіздің еңбек жолыңызды қалай бастадыңыз? Мұғалім мамандығын неліктен таңдадыңыз? Еңбек жолымды мен 2000 жылы бастадым. Мұғалім мамандығы маған ұнайды. Әсіресе дәптер тексерген ұнайды. Оқушылардың қаншалықты сауатты жазады, сондайларды тексергенді, қатені іздегенді жақсы көремін. Сондықтан сол мұғалім мамандығын таңдадым. Атамның бір күні қалай өтетін еді? Сенің атаң өте еңбекқор адам болды. Ол кісі өмір бойына шопыр болып жұмыс істеді және завгар болды ауданда бірнеше ай. Енді атаң күні қалай өтетін деп сұрағанда, атаң деген өте қатты шебер болды. Ол кісі машиналарды оңдады. Машинаның моторын үйге әкеліп оңдап, әуелі моторды тазалап алмай, ол кісі ешқашанда оңдауға кіріспейтін. Себебі ол кісі өте таза, ұқыпты, реттілікті жақсы көретін сондай адам болды. Таң кезекті іс сапармен жүрген кездері, сол кездегі машинасы, қасындағы достары, әріптестері. Әкеміздің жұмысының ең қиын әрі жауапты тұсы қандай болды? Әкеңнің енді жұмысының ең қиыны, ол кісі енді Атырауда мұнай газ саласында жұмыс істеді. Труба монтажник болып. Енді өте жауапты жұмыс. Трубадан мұнай өтіп жатыр ғой. Сол трубалардың болттарын бұрау болды. Ешқандай қателік кетпеу керек. Егер қателік кетсе, онда авария, тағы да басқадай келеңсіз жағдайлар болуы мүмкін. Сондықтан өте қиын да, жауапты да бұндай жұмыс болды. Әкеңнің мына әріптестермен түскен фотосы. Анашым, сізге көп рахмет. Мен отбасымның мамандықтары жайлы көп мәлімет алдым. Енді мына алдарыңызда тұрған бұйымдардың бәрін Айзере өзі жасап, тікті. Енді бұндай таланттылық әкесі жағынан да, анасы жағынан да дарыды деп ойлаймын. Енді болашақта өзінің мамандығын осы шығармашылық жағына бұрғысы келіп отыр. Дизайнер маманын тамамдағысы келіп отыр. Енді алдағы уақытта қызыма сәттілік тілеймін. Тағы да тұмар жасайын деп дайындап қойып жатыр. Нелердің бөлшектерін жасап дайындап жатыр. Енді алдағы уақытта кәдімгідей толық тұмар болып шығады деп ойлаймын. Әкеге ұқсап тудым ба, әке жолын қудым ба, еліктірген әуені көлде қазды қудым ба, соншалықты әдемі салдыр үні судың да, соншалықты әдемі салдыр үні судың да. Наннара 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 най, наннара 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 най.